Бәріне әссәләму алейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, басқаларымен бөлісе кетеміз. Ежелгі бактерия. Бактерия Өзбекстанның, Тәжікстанның және Ауғанстанның оңтүстігіндегі Үнді күш тау тізбегі мен солтүстігіндегі Перғана алқабы арасындағы тарихи аймақ. Елдің астанасы Ауғанстанның солтүстігіндегі Бактар қаласы болды. Шығыста бактерия просмоттер мен гахандармен, солтүстік-батысында Согатпен, оңтүстігінде Архамазоямен шектесті. Бактериялықтар үнді еуропалық тілдің отбасының үнді Иран кіші тобының бактерия Иран тілінде сөйлейді. Ал қазіргі тәжіктер мен пуштуттар ежелгі бактериялықтардың тікелей ұрпақтары. Бактерия Амудария мен орта ағысындағы жазық ел болды. Бактерияның шекаралары солтүстігінде Памир роталары, оңтүстігінде үнді күш қуаты болды. Бактерияның жүрегі үнді Кушан шыңдарынан ағып жатқан өзендерінің бірінің шөлді атырауындағы кең Озияс болды. Озиястың орталығы бүкіл елге атау болған Бактара қаласы немесе Фактор Валықа болды. Батыс Еуропа ғалымдары бактерияны солтүстік шекарасы Амудария өзені болған географиялық аймақ деп атайды. Бактерия солтүстік оңтүстікте Ұлы дала Үндістанға және де мұхит жағалауына және де батыс шығысқа жерорта теңізі елдеріне Қытайға қолайлы географиялық орналасуымен ерекшеленді. Бұл жағдай аймақтың ертедегі құнарлылығымен қатар бактерияның ежелден бері тарихта көрнекті орын алуға мүмкіндік берген. Вавиловтың зерттеулеріне сәйкес бактерия көптеген мәдени өсімдіктердің соның ішінде бидайдың отаны болып табылады. Бактерия Орта Азияның қазіргі саяси бөлігі кодексінде 19 ғасырдың ортасынан бастап бактерия құрамына Ауғанстан, Тахара провинциялары, Гундуза, Балық тарихи және орталығы Бактерий, Жевхана ішіндегі Фирвияв, Жакент, Самаган және де Баглан бактерияның солтүстік оң жағалауы аумақтары Тәжікстанның оңтүстік батыс бөлігі болып табылады. Оның ішінде астанасы Душабе, сондай-ақ Өзбекстанның оңтүстік облыстары Сурдия мен облысы және де тағы басқа. Пұттардың мүсіндері қазіргі Ауғанстан аумағында бактерия Магерран өрнектерінің дәуірінен табылған. Бактерия Магерран археологиялық кешені шығыс Түркістан, оңтүстік Өзбекстан, солтүстік Афганистан және де батыс Тәжікстанның аумағы 25 және 19 ғасырларда орталығы өмір сүрген қола дәуіріндегі өркениеттердің бірі. Біздің заманымыздан бұрынғы Пәкістандағы үнді өркениеттері және де өзенаралық ежелгі Бабилон патшалығымен бір уақытта Иран шөлімен қоршалған таулы елдің құнарлы жерлерінде тұжырымдамалардың бірі бойынша біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырда Зарстува пайғамбар уағызы сол жердің оның алғашқы ізбасарлары пайда болған. Авеста жазылған қасиетті тіл зороастризмнің касондық кітабы кейде ежелгі бактерия деп аталады. Басқа нұсқа бойынша Авеста тілі ежелгі техника әлде қайда жақын. Бактерия термині біздің дәуіріміздің 7 ғасырынан бастап бактерия атауы халықтың атауы сияқты тарихи шежірелерде жоғалып кетті. Жаңа термин пайда болды. Тохиристан бұл бүгінгі күнге дейін солтүстік Ауғанстанның Такара провинциясының атауы түрінде сақталған.